Салем достар, Арай апайдың каналына хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі болған, кептірілген гүлдерден жасалған майшамның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпағайсыздар. Майшам жасауға керекті материалдарды дайындап аламыз. Ыдысты таразыға қойып, шикізатты салып, өлшейміз. Өлчеп болғаннан кейін ыдысты пешке қойып, төмен отта қойып, сояны ерітеміз. Мен градусты 3-ке қойдым. Біз бүгінгі майшамды осындай пластик формадан пайдаланып жасаймыз. Соямыз ерігенше формаға мақта жіптен жасалған өзекті өткізіп аламыз. Сұйықтық сыртқа ағып кетпеу үшін осындай желімді форманың астыңғы жағына жабыстырып қоямыз. Егер мақта жіп осындай өтпей қалған жағдайда, осы біздің көмегінен пайдаланып өзекті өткіземіз. Соя еріп, градусы 85 градус төңірегіне жеткен кезде пештің отын тоқтатып, ыдысты пештен аламыз. Сояға эфир майын, яғни хош иісті майды құйып, термометрдің көмегімен 1 минуттай асықпай араластырамыз. Әбден араластырылған сұйықтықты ептеп формамызға 2-ге бөліп құйып аламыз. Майшам өзегінің дәл форманың ортасында қатуы үшін осындай ағаш таяқшаның көмегінен пайдаланамыз. Формадағы сұйықтығымыз қатқанша біз осындай гүлдерді дайындап аламыз. Бұл гүлдерді сатып алуға да, өздеріңіз кептіріп алуларыңызға да болады. Соямызда қатқан екен, бұны ептеп шығарып аламыз. Әдетте осындай пластик форманың ішіндегі майшамдарды шығарған кезде құды осы секілді қолымыздың күшімен қатты қысамыз. Сонда ішіндегі майшам оп-оңай алып шығуға болады. Майшам түбіндегі артық өзектерді осылай кесіп тастаймыз. Енді осы клейдің көмегімен кептірілген гүлдерді майшамға жабыстырып, майшамды әсемдеп шығамыз.
Мінекей майшамдарымыз да дайын болды. Мен оған осындай қолмен жасалған деген қағазды әсемдік үшін өзегіне байлап қойдым. Мінекей кептірілген гүлдерден жасалған май шамдарымыз да дайын болды. Келесі видеоларымда бұдан да өзгеше болған май шамдардың рецебін сіздермен бөлісетін боламын. Егер осындай бір нәзік өнерді үйренгіңіз келсе, Арай апайдың Instagram парақшасына жазылып, WhatsApp арқылы байланыс жасасаңыз болады. Келесі видеода кездескенше.